Әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін 10 түрлі жануардың ішінде біз білетін тасбақа тек 6-шы орында алады, ал екіншісі 100 мың жылға дейін өмір сүре алады. Адам баласы дүниеге келгеннен бері туылу, кәрілік, ауру мен өлім біз еңсере алмайтын мәселе. Адамзат баласының орташа өмір сүру ұзақтығы небәрі 73 жас шамасында. Біздің медициналық технологиямыз өте дамығанымен, адамдардың көпшілігі әлі 100 жасқа дейін өмір сүрмейді. Алайда өмір сүру жағдайлары нашар және ешқандай сыртқы көмексіз көптеген жануарлар жүздеген, тіпті мыңдаған жылдарға дейін оңай өмір сүре алады. Бұл көптеген адамдар үшін қызғаныш тудырады. Өйткені көптеген адамдар өмір бойы мұндай ұзақ өмір сүре алмайды. Бүгін біз әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін 10 түрлі жануарды қарастырайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 10-шы Африка пілі. Африка пілдері құрлықтағы ең ірі жануарлар. Олар Африканың 37 елінде және аймағында таралған. Олардың биіктігі 4 метрге, салмағы 11 тоннаға дейін жетеді. Африка пілдері бір кездері ормандарда, шабындықтарда және орман алқаптарында өмір сүрген. Бірақ қазір олардың мекендейтін жерлері барған сайын тарылып, браконьерлік қауіпке ұшырауда. Африка пілдері қазірдің өзінде жойылып кету қаупі төнген күйде. Африка пілінің өмір сүру ұзақтығы әдетте 70-75 жас болып, адамдардікімен қарайлас болады. Арыстан сияқты жыртқыштар жас пілдерге анда-санда шабуыл жасайды. Бірақ жағдайдың қолайсыз екенін байқаған соң, жыртқыштар шегінеді, әйтпесе ауыр жарақат алуы мүмкін. Сонымен қатар, пілдер шамамен 15 жасқа келгеннен кейін ересейеді. Осы уақытта олардың мөлшері мен күші шыңына жетеді және олар құрлықтағы нағыз үстемдікке айналады. Ал жыртқыштар мүлдем жақындай алмайды. 9-шы Қызыл теңіз кірпілері. Теңіз кірпілері мұхиттағы қарапайым тіршілік иелері. Олар адамдарға қарағанда әлдеқайда ұзақ өмір сүреді. Қызыл теңіз кірпілері солтүстік Тынық мұхитының солтүстік-шығыс бөлігінде кеңінен таралған және оларды таяз немесе терең суларда да кездестіруге болады. Олардың денелері үшкір тікенектермен жабылған және бұл омыртқалардың арасында қызыл теңіз кірпілерінің теңіз түбінде қозғалуына және орындарын бекітуге мүмкіндік беретін түтік табандары бар. Қызыл теңіз кірпілері негізінен теңіз балдырларымен қоректенеді. Ал денелеріндегі тікенектер үлкен балықтардың оларды жеп қоюына жол бермеу үшін олардың қорғаныс құралы болып табылады. Қызыл теңіз кірпілерінің өмір сүру ұзақтығы әдетте 30 жылдан асады, ал кейбіреуі тіпті 200 жасқа дейін өмір сүре алады. Алайда зерттеушілер бұл олардың шегі емес деп есептейді. Қолайлы тіршілік жағдайында қызыл теңіз кірпілерінің өмір сүру ұзақтығы 500 жылға дейін жетуі керек дейді. 8-ші Гренландия киті. Гренландия киті Арктика және субарктикалық суларда мекендейтін жалғыз балин киті. Оның барлық жануарлардың ішіндегі ең үлкен жері ол ауызы, ұзындығы 4 метрден асады. Ауыздың өзі Гренландия киті денесінің 1/3 алады. Рекордтағы ең үлкен Гренландия киттің ұзындығы 18 метрге жетті, бірақ кейбір адамдар бұдан да үлкен Гренландия киттерін көрдік деп айтады. Өкінішке орай, Гренландия киттерін адамдар ұзақ уақыт бойы аулап, нәтижесінде бұл кит түрлерінің саны күрт азайып кеткен. Гренландия киттері ең ұзақ өмір сүретін сүтқоректілер болып саналады. Олар көбінесе 200 жасқа дейін өмір сүреді және жасына қарай үлкейе береді. Ғалымдар төменгі температура ортасы Гренландия киттерінің ұзақ өмір сүруінің бір құпиясы деп санайды. Сондықтан кейбір сарапшылар ультра төмен температурадан адам өмірін ұзарту мүмкіндігін іздеуге кіріскен. 7-ші Түтік құрттары. Түтік құрттары барлық мұхиттардың теңіз түбінде тіршілік ететін омыртқасыз жануарлар. Түтік құрттарының әр түрлі түрлері болатын себебі олардың өмір сүретін ортасына байланысты. Әр түрлі қоректік заттарды сіңіреді. Нәтижесінде түтік құрттары әр түрлі түстерде, пішіндерде және өлшемдерде болады. Түтік құрттары теңіз түбіндегі жанартау кратерлерінің жанында кездеседі. Олар жанартаулар бөлетін химиялық заттарды сүзу арқылы қоректеніп өмір сүреді. Бұл түтік құрттары сульфиттің жоғары концентрациясына төтеп бере алады. Олар теңіз омыртқасыздарының арасында ең жылдам өсетін түрлердің бірі. Ол небәрі 2 жылда 1,5 метрге өседі. Ең өскенде ұзындығы 3 метрге дейін жетеді. Бір ғажабы, олардың өмір сүру ортасы өте ауыр жағдайларына, жылы өмір сүру ортасына және түтік құрттарының жылдам метаболизміне қарамастан, олар сонда да ғасырлар бойы өмір сүре алады. Бұл теңіз түбінде сүңгуірлер көретін түтік құрттарының көпшілігі Бірінші дүниежүзілік соғыс болмай тұрып бар болғаны мүмкін дегенді білдіреді. 6-шы Алып құрлық тасбақасы.
Тасбақалар ұзақ өмір сүретіні белгілі, алып тасбақалар әдетте 100-ден 120 жасқа дейін өмір сүре алады. Туылған шағынан олар жақсы дамитын болса, ұзақ өмір сүру әдетте оларға проблема емес. Ең таңғаларлығы, Алдабраның Адвита есімді алып тасбақасының жасы 255-те. Бұл алып тасбақа 1750 жылы дүниеге келген, және 2006 жылы дүниеден өткен. Бұл құрлықтағы ең көне құрлық тасбақасы, ең көне тіршілік иесі. Бірақ мамандар бұл алып тасбақаның қалай ұзақ өмір сүргенін түсінбеді. Ол кәдімгі қарапайым алып тасбақа, ал оның жейтін тамағы, сусыны, қимылдары басқа алып тасбақалардан еш айырмашылығы жоқ. Бірақ 2005 жылы алып тасбақаның қабығы жарылып, жара пайда болды. Жара жұқпалы болып, бір жылдан кейін өлімге әкелді. Осы себеп болмаса, алып тасбақа бұдан да ұзағырақ өмір сүруі мүмкін еді. Сарапшылар оның тасбақа қабығын тексеріп сараптап сынап көрді, және нәтиже оның шынымен де 255 жыл өмір сүргенін анықтады. 5. Гренландия акуласы. Дүние жүзінде акулалардың 500-ден астам түрі бар, ал Гренландия акуласы ең тілсіндердің бірі. Бұл акула түрі солтүстік Атлантика мен солтүстік мұзды мұхит суларында тіршілік етеді. Бұл өте қатыгез жыртқыш. Ол суық терең теңіздегі кез келген балықты жеп қояды. Гренландия акулалары 7 метрге дейін өседі. Салмағы 1-4 тоннаға дейін жетеді. Олардың жүзу жылдамдығы өте жылдам емес. Максималды жылдамдығы сағатына небәрі 1-2 шақырым болады. Бұл олардың салқын терең теңізде мүмкіндігінше энергияны үнемдеуіне байланысты болуы мүмкін. Олардың метаболизмі баяу болғандықтан, омыртқалы хайуанаттар арасындағы ең ұзақ өмір сүретін түрге айналуы мүмкін. Олар әдетте 250-ден 500 жылға дейін өмір сүреді. Бірақ таңқаларлық, Гренландия акулалары әдетте шамамен 150 жасқа дейін жыныстық жетілуге жетпейді. Бұл олардың көбеюі қиынырақ дегенді білдіреді. Бірақ қазір олар қорғалатын жануарлар тізіміне еніп, адамдар Гренландия акулаларының санының одан әрі азаюына жол бермеуге тырысуда. 4. Арктикалық моллюскалар. Арктикалық моллюска бұл арктикалық шеңберге жақын жерде мекендейтін моллюска тұқымының түрлеріне жататын, және жергілікті тұрғындар үшін маңызды азық-түлік көздерінің бірі. Арктикалық моллюскалар теңіз суын сүзу арқылы қоректік заттарды сіңіреді. Әдетте арктикалық моллюскалар жазда климат жылы болған кезде ғана өседі. Олардың жыныстық жетілуіне әдетте 6 жыл қажет. Баяу өсу процесі арктикалық балауыздың өмір сүру ұзақтығын да ұзартады. Ағаштар сияқты арктикалық моллюскалардың қабығында дөңгелектер түзіледі. Адамдар олардың жасын білу үшін қабығындағы дөңгелектерді санауы арқылы біледі. 2006 жылы Исландия жағалауында бір арктикалық моллюска табылды. Адамдар бұл арктикалық моллюсканың жасы 507-ге жеткенін байқап таң қалды. Бірақ өкінішке орай, бұл моллюсканы қанша жыл өмір сүргенін білмей тұрып өлтірген. Осыдан ақ тірі табиғаттың өмір сүруіне ең үлкен кедергілердің бірі адам екенін байқауға болады. 3. Коралл. Түрлі түсті кораллдар теңіз түбіндегі тастар мен өсімдіктер сияқты, бірақ олар шын мәнінде омыртқасыздар мен коралл полиптерінің экзоскелеттерінен тұрады. 2009 жылы ғылыми топ Гавайи жағалауында кораллдарды зерттеу барысында жаңа жаңалық ашты. Бұрын адамдар мұндай кораллдың жасы небәрі бірнеше жүз жыл деп ойлаған, бірақ тексергеннен кейін ғылыми топ бұл жердегі кораллдың шын мәнінде 4200 жыл болғанын анықтады. Басқаша айтқанда, кораллдың бұл түрі ежелгі Египет дәуірінде дүниеге келген. Дегенмен қазіргі кезде коралл колонияларының өмір сүруіне және көбеюіне қауіп төніп тұр, және бұл қауіп әрине адамдардан келеді. 2. Шыны губка. Шыны губкалар жануарларға ұқсамайды, бірақ олар шынымен тірі тіршілік иелері және жер бетіндегі ең ұзақ өмір сүретін жан иелерінің бірі болып табылады. Шыны губкалар әдетте терең теңізде 400 метрден 900 метрге дейін өмір сүреді, және оларды барлық мұхиттардан да көруге болады. Бұл тіршілік иесі әдетте 10-30 сантиметрге дейін өседі, және тостаған пішінін құрайды. Ішкі қаңқасы әйнекпен бірдей материал болып табылатын кремнеземнен жасалған, сондықтан оны шыны губка деп атайды. Кейбір шыны губкалар тіптіден үлкейе береді. Ұзындығы 1 метрлік шыны губкалардың жасы 200 жылға жеткен. Бірақ бұл ештеңе емес. Шыны губкалар жер бетінде жүздеген миллион жыл бұрын пайда болған, және олардың арасындағы ең ұзақ өмір сүру ұзақтығы 10 000 жылдан асады дейді. 1. орында маяк медузасы. Медузаның 250-ден астам түрі бар. Солардың бірі маяк медузасы. Ол тропиктік теңіздерде мекендейтін ет қоректі медузалар. Кәдімгі медузалар жыныстық көбеюден кейін өз өмірін жоғалтады. Бірақ маяк медузалары әртүрлі. Жыныстық көбеюден кейін олардың жастары жасарады, және бұл процесс жасуша трансдифференциациясы деп аталады. Осыдан кейін маяк медузасы қайтадан көбейеді. Бұл процесс қайталанып, маяк медузасына өте ұзақ өмір сүру, тіпті өмірі өлместік береді.
Дегенмен маяк медузаларының иммунитеті өте нашар. Бактериялар мен вирустар оларға үлкен зиян келтіреді, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Бақыттарына орай, маяк медузаларының саны салыстырмалы түрде көп, және оның жасартатын ерекше қабілетімен бірге, топтың ішіндегі күшті мүшелерінің өмір сүрген жастарының ұзақтығы 100 мың жылдан асады. Бұл адамзат өркениетінің уақытынан да ұзағырақ. Егер адамдар медузаның жасару құпиясын аша алса, мүмкін бізде бір күні мәңгі өмір сүре алатын шығармыз. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.